Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа осындай ең дәмді және ең оңай сырники рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға дүкеннен алынған ірімшікті саламын. Мұнда менде 2 брикет, әр брикеті 250 грамм. Жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан осылай ажыратып алып, тек сары уызын қолданамыз. Жұмыртқа мен ірімшікті осылай жақсылап араластырып алып, енді дәміне қарай қант қосамыз. Қантты мен 1 ас қасық салдым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып алып, енді үстіне рисовый мука, күріштен жасалған ұнды қосамын. 2 ас қасық. Үйде осындай ұн болмаған жағдайда кәдімгі бидайдың ұнын қосуға болады. Тақтайша алып, оның үстіне ұн сеуіп, массамызды салып, сопақша етіп, қамыр илейміз. Қамырымызды енді теңдей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Тақтайшамызға тағы да осылай ұн сеуіп, енді стаканның көмегімен осылай үстінен айналдырып форма береміз. Осындай дөңгелек болып шығу керек. Тез және өте оңай. Осылай бетін басып тегістейміз. Мінекей теп-тегіс дөңгелек сырники шықты. Осылай барлығын жасап аламыз. табамызды осылай отқа қойып,
бетіне кішкене май сеуіп, сырникаларымызды пісіріп аламыз. Сырникеміздің әр жағын, әр бетін шамамен 3 минуттай пісіреміз. Табамыздың бетін жауып қоямыз. Лопатканың көмегімен осылай екінші жағына жайлап аударып, екінші жағын шамамен 3 минуттай пісіріп аламыз. Осылай беті қызарғанша пісіреміз. Мінекей сырникіміз өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.